Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай табада пісетін өте жұмсақ дәмді нанның рецептісімен бөліскім келеді. Достар, видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен ыдысымызға 450 грамм ұнның жартысын саламыз. Сосын 1 шай қасық тұз және 5 грамм ашытқыны салып араластырып аламыз. Одан соң 350 грамм жып-жылы суымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Сосын қалған ұнымызды салып, қолымызбен қамырымызды илейміз. Достар, менің видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бұл нанды пісіріп көрсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Тек қана суға иленсе де өте дәмді шығады. Енді қамырымызға 2 ас қасық сұйық май салып, тағы да кішкене илеп аламыз. Мінекей, біздің қамырымыз осындай қолға жабысқақ болып шығады. Ешқандай артық ұн қосудың қажеті жоқ. Піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Үстін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Біздің қамырымыз 2 есе көтеріліп дайын болды. Енді табамызды сұйық маймен жақсылап майлап аламыз. Жан жағына да май жағуды ұмытпаңыздар. Сосын қолымызды кішкене майлап жіберіп, қамырымызды табаға саламыз. Енді қақпағын жауып, тағы да 15-20 минутқа табаның ішінде қалдырамыз. Орташа отта 20 минут астыңғы жағын пісіреміз. Нанымыздың асты толық қызарған соң, екінші жағына қарай аударамыз. Қақпағын жауып, тағы да 10-15 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің нанымыз дайын болды. Астыңғы үстіңгі жағы да бірдей қызарып пісті. Енді нанымызды пышақпен кесіп көрейік. Бұл нанды пісірмес бұрын өзім де сенбеп едім, осыншалықты жұмсақ әрі дәмді болып шығатынына. Сіздер де пісіріп көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Достар, менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.